ортада сері дидар, жырау дидар, айтыстың ақтаңгері тағын болған Қарағандының серісі, дидардың соңына ерген інісі, Ұлан Ғасыр Қамиев ортада сюжет. Алдымен ақындар туралы қысқаша мәлімет. Киелі өнердің, жүйелі сөздің қадірін білетін қазақ елінің жүрегінде өрелі өлеңімен өрнекті із қалдырған жыр жампоздары Кемпірбай, Шашубай, Доскейлердің жолын жалғап жүрген, бүгінде айтыстың арыстанына айналған Қарағандының тумасы Дидар Қамиев. Ол айтыс сахнасында орамды ойларымен, айшықты тіркестерімен, маңғы болған мақамымен көрерменнің көзайымына айнала білді. Көптеген халықаралық республикалық айтыстардың бас бәйгесін еншілеуі осының дәлелі. Төлін үргідеген махаббатымен, қанда тулағандарымен 2018 жылы айтыстың ақтаңгері атағын иеленді. Дидар осы айтыста інісі Ұлан Ғасыр Қамиевпен жыр тұлпарын жарыстырмақшы. Дидардың інісі Ұлан Ғасырда жас ақындар айтысында топ жарып жүрген жүйріктің бірі. Ұлан Ғасыр айтысқа 10 жасынан бастап қатысып, айтыскерлікпен қатар батырлар жырын жатқа айтуға арналған сайыстарда да жеңімпаз атанған. Ағайын шаттаныңдар, той қылыңдар. Отбасылар айтысы басталуда тұлпарлармен тебіскен тай құлындар. Отбасылар ішінде қайсы жүйрік бағын сындап аламан бәйге қылыңдар. Жүрсекен қосты мені үмітпенен айтыста аласармас айбыным бар. Топ жармасақ несіне келдім бүгін, өнеріме жүргенді сай қылыңдар. Ұлан Ғасыр ұлдарын келіп қалды, ендеше бірін қалмай қолдырыңдар. Жасыңнан шакалатқа тойған ұлым, ал енді шапалаққа, тойдырыңдар. Мен келдім биіктерге бойласам деп, сахнада сандуғаштай сайрасам деп. Мен Дидар Қамиевтің інісі едім, ойламаңдар бұлғандай жай басар деп. Ағамның ізін басып мен де келдім, тарланбоздың тұяғын тай басар деп. Ой айтуға келгенде орамды сәт деген сөзбен қолдандар балаңды шап. Бәріміз үйде отырып шай ішкенде бұл Дидар аша қоймайды маған құшақ. Анда-мұнда жұмсайды қайта-қайта, мен шай ішкізбей мен әйтеуір жаман қысат. Бұл Дидармен отырып шай ішу деген маған арман, жүрсе де ағам құсап. Қыздар келіп шай құйып жатыр міне, мен де ішіп отырмын шамамды сап. Ағам тағы бір жерге жұмсайма деп, бір жағынан отырмын алаң құсап. Бірақ бұл кухня емес сахна ғой. Жасағандай болмайым қадамды сақ. Тұңғыш рет айтыстың арқасында ағаммен бір шай ішейші, адам құсап. Бүгінгі күн мен үшін ең жарық күн. Мықтылармен қанатты тең қағыппын. Бұл айтысқа келгеннің бәрі жүйрік, көбінің атағына мен қанықпын. Ішіндегі ең жасым мен болсам да тұлпарымнан ерді алмай терді алыппын. Дидар деген жүрсіннің балдызы деп көп ақын жүруші еді, қорғаныптым.
балдыздың ең кенже інісі болып төрді алыппын. Сондықтан балдызыңды қолдап отыр алдына алға шыққан ел халықтың. Ендеше Дидараға өкпелеме, өзіңдікін өзіңе қолданыппын. Ей, ал көрейік айқасқан қалай екен, ең ерке балдызымен Ермалыптың. Бәйтерек қой ең мәуелі, суарған оны жүрсін Ерман еді. Мұнотқан Дидар дейтін ағатайым, салған осы ақындық жолға мені. Қолға алғаш ұстатып домбыраны, айтысқа келуімді қолдап еді. Бойымдағы оятып өр намысты, ақыл мен кеңестерім берді әуелі. Қарсылас боп шыққан жаннан ешқашанда қорқушы болма деді. Сағына тақ ол сенің бақталасың, сондықтан еш аянып қалма деді. Аяушылық болмасын қарсыласқа, тас талқан қып жеңесің сонда деді. Алыссаң атаңды жық деген сөз бар, тектен тек айтылмаған ол да деді. Осындай рухты сөздер естіп алып, айтыстардан боп жүрдім мен дәмелі. Ақыры Алматыға шақырылдым, қарсыласым өз ағам болған еді. Ал енді ағам аған өкпелеме. Ал енді Дидараға өкпелеме. Қарсыласым өзіңіз болған еді. Айналып кеп ақыры өзің түстің, басқаларға орғасып нең бар еді.
шығатын күліменен. Сахнада өзгеріп аяқ асты ағаңа айтып отсын суық өлең. Мына сені өзгерткен не нәрсе екен? Тіліңнің шаға бердің уыменен. Құшағыма сиятын інімен қой, теріңе сыймай отсын бүгін ерен. Айтпақшы үстіңдегі мына жапан, өз жапаным еген қой шынымменен. Өзіме қарсы шығып отырсың ба, бұ шыны жапанымның буыменен. Болған соң қисса менен дастан бойда, өнерің өлеңіңмен расталмай ма? Ассалаумағалейкум ағайындар, біз үшін сенен биік асқар қайда? Нұр Отан партиясы биыл үлкен 5 айтыс өткізуді жоспарлай ма? Сол 5-тің алғашқысын Алматыда отбасылық айтыспен ашқандай ма? Бұрын бір ақын қосқан шаңырақтар бәйгеге 2 жүйрік қосқандай ма? Бұл айтыс керек жоқ деп интернетте кей жұрттың жанарынан жас парлайды. Негізі таңғалатын түгі де жоқ, қайта айтыстың абыройы аспандай ма? Нұр Отан отбасынан бастап жатыр, отанда отбасынан басталмай ма? Қансын халық өлеңнің бұлағына, деп айтысқа жарнама шығады ма? Жарнамаға жазылған пікірлердің біразы жетіп жатыр құлағыма. Ринат не себептен қатыспады, осы екен елдің басты сұрағы да. Әдейі қатыстырмай отыр ғой деп кейбіреу Нұр Отанды сынады да. Зайтып деген өте өткір ақын, жоқ қой оған халықтың күмәні да. Шындықты шырылдатқан шын болаттай жастардың да айналған ұранына. Бірақ та бұл айтыстың шарты бөлек, сондықтан кірмей қапты құрамына. Ринат ақын болып жалғыз туса, сонда оған Нұр Отан кінәлі ма? Төресіңдер, барлығын біліп туған бәлесіңдер. Біз деген ерте сейіп кетіп едік, ал сендер әлеркелеп келесіңдер. Сендердің қатарыңа қарап тұрып, өткен күннің көрмейді елесіңдер. Біз қандай болдық, сендер қандайсыңдар? Сол жайлы кәне бізбен кеңесіңдер. Біз Шәмшінің әндерін тыңдап өстік, ал сендер 91-ға ересіңдер. Бізді үйге кіргізе алмаушы еді, сендер үйден шықпайтын немесіңдер. Біздер допты аяқпен тебуші едік, сендер сотты саусақпен тебесіңдер. Біз киім жыртып алсақ таяқ жеушек, сендер жыртып өздерің сөгесіңдер. Тістелген алма берсе кесірленіп, ал бірақ айфон десе өлесіңдер. Біз кітаптың ішінен шықпаушы едік, ал сендер телефонға енесіңдер. Біз деген мұғалімнан қорқушы едік, ал сендер міндерін көп тересіңдер. Танымай алпамыс
пен Қобландыны Макгрегорды батыр деп сенесіңдер. Үлгі тұтпай Ахмет Міржақыпты UFC-да шыққандарға ересіңдер. Таң атқанша солардың бойын көріп, түске дейін ұйқыдан өлесіңдер. Оқымай оян қазақ дегендерді тек ұйықтататындарды көресіңдер. Айтқанын түйсігіне түйіппеген. Неге менің кидің деп шапанымды біздерге күліп өтсің миықпенен. Дидар аға оған несін таң қаласың, бұның өзі біздерге тиіп дәрең. Онсыз да 20 жыл мына сіздің қалған құтқан киімді киіп білем. Үстіме не кием деп үйді ойландым. Ағатай бұндай кезде ширайды әркім. Өстіңе жаңа киім кидің-дағы алмаған сыймағанын сыйлай қалдың. Көлігіңді айдауға ол бермейсің, саған әлі ерте деп жибайдар күн. Осы айтысқа ұшақпен ұшам дедің және билеті удайды алдым. Онда менде ұшақпен барам ғой деп әуежайда жүрген көңіл күйді ойландым. Бірақ та сен пойызбен бар деп айттың, естігенде есімді жимай қалдым. Сен 1,5 сағатта жетіп келдің, ал мен бір күн әр ауыл үйді айналдым. Алматыны аспаннан көрсем деп ем, бауырыңа оны да қимай қалдың. Ұшағыңа сиятын інің болсам, ұшағыңа неліктен сыймай қалдым. Шырай күшті, алдыңда отбасылар жыр айтысты. Мынау бір қызықты айтыс болады-ау деп көңілі көрерменнің құлай түсті. Тек Айбек Ережеп дейтін ақын ғана әлеуметтік желіде сынай түсті. Бұндай айтыс жасауға болмайды деп жылағанның үстіне жылай түсті. Сол айтты деп айтыс бірақ тоқтап қалмас, жар болса жаратушы Құдай күшті. Айбектер артқа тарта алмайды ғой, байбектер алға тартқан. Бұл айтысты, сөйледің қара бұлттай төну үшін, ініңнің қатарларын сөгу үшін. Қоғамның да кем тұсын ескерейік, алдымен мына бізден көру үшін. Соларды көрсететін өзіміздің арналар ғой рейтингтегі орын үшін. Не болса соны береді эфирлерден, білмей қалдық не бұрыс, не дұрысын. Қобландының киносын бермеген соң, жанкүйер болып жүрміз Конор үшін. Қалаудың қалаған істеп жатыр, сол жаққа ауып елдің көңілі шын. Өз ойына келген оттап жатыр, өз ойының қарасаң көрінсін. Үндіменен кәрістің сериалдары экранның жаулап алды толық үшін. Осылар қатты жұмыс жасап жатыр, қазақтың руханияты өлу үшін. Ағатай қозғағаның дұрыс болды, айта алмай жүріп еді толып ішім. Жастар жылы билікке айтарым бар, көңілі көпшіліктің толу үшін. Телеарнаны түзеңдер, ең алдымен жастар түзу арнада болу үшін. Жырға қанып өскен жыршым, сахна
жақында тұсауыңды кескен жүрсін. Жақында дүниеге ұлың келді, сүйіншіні осылау естер білсін. Ағайын бір қошемет қылыңыздар, көңілі ағамыздың қош болып жүрсін. Ал енді мына сізге бұрылайын, сауалым мына сізді сескендірсін. Ей, отбасыңа жас сәби келіп жатқанда, отбасылық айтыста не істеп жүрсің? Ей, жан емессің, жыр өлеңде салақ адам. Жалпы салақ, ұланда өзіңізбен айт салат. Кезегіңді көп созып әрең бердің, негізі бауырыңда тарт салат. Бұқар жырау атындағы орталықта берушең жыр термеден жалпы сабақ. Қобыландыдан қозғасаң қобарасын, алпамыстан айтасың 6 сағат. Ал енді кезегіңді мен берейін. Уақытты отыр Алматы халық санап, ей, мектебімде отырым деп ойлап қалып, бір өзің жырлап жүрме жарты сағат. Ұланау жас баласын кекілдісің, халыққа менен көрі өтімдісің. Ұшаққа не себептен сыймадым деп мынау маған көрсетіп отыр қысым. Пойызбен келген кезде мынандайсың, бой бермей бойындағы нөпір күшің. Құдайым қайта мені сақтаған-ау, Құқайдың көрсетерің не түрлісін. Самолетпен келгенде сол ұшақты төбеме қондыратын секілдісің. Мен үшін бұл баланың ісі мәлім, әнім ғой сырты түгіл іші мәлім. Ұшақпен не себептен ұшпадым деп байқадым тақымыңның қышығанын. Ұшақпен ұшқын келсе айналайын, дәл қазір сен шабыттың құсынамын. Себебі сен жақсы шапсаң мен де шабам, сен қысылсаң мен де солай қысыламын. Жүлдеге қатар шауып бірге жетсек, долядан сені қалай ысырамын. Ұшсам деген жеткізіп арманыңа, қолыңа билетіңді ұсынамын. Дұрыстап айтыспасаң үйге апарып, жақсылап шапалақпен ұшырамын. Ұлыммен шаңырағыма құтта кірді, сәбилі болғанымды жұртта білді. Бір ұлымды алса да жаратқаным, артынан беріп жатыр жүкта бұлды. Қатыны босанғанда қаңғып жүр деп, қалдырмай отырсың ау түк қадірді. Әйелімде дәл қазір жұмысым жоқ, өткізіп жатқан болсам сыртта күнді. Әй, бірақ үйленбеген бойдақ балдар ұқпайды ғой дәл менің ұққанымды. Бұл байғұс қайдан білсін мына менің 40 күндік отпуске шыққанымды. Жырлама деп бұл неге тапсынады, уақытты созасың деп нақсынады. Мектебім Бұқар жырау атында ғой, ол кісі Асқар таудың ақшынары.
боп шығады. Сіңіріп баба жырын, ана тілін бізден алып ұрпаққа тапсырады. Ұлттық кодын өшірмей ұлтымыздың руханияттың шыңына нақ шығады. Ал сенің қатарларың істеп жүрген тірліктен негізінде от шығады. Танымай бабаларың осы күні болып тұр батыспенен ақ шұраны. Жыртыңдаған әндерге құмар болып, жыртыңда десең оны жатсынады. Жыр ойнап әншілерді жұлдыз көріп, суретін бөлмесіне жапсырады. Солардың бетін беріп бұру керек, әйт ақыретте қиын ғой хақ сұрағы. Нағыз жұлдыз кешегі жыраулар ғой, даланың дара ділмар жақсылары. Олар жай жұлдыз емес, темір қазып, жарқырап көрінетін ақ шуағы. Жас түлек жастарыңды, тас түлек жас түлек жастарыңды, қараңғыдан тас түлектен жарыққа ап шығады. Бұл залда үлкендер бар, жастар басын, соларға бұрам ойдың бастарынасын. Некенің үкімі бар шариғатта, жас ұрпақ махаббатқа мас болмасын. Молданың алдын көрмей бозбалалар қолды қолдарын сумаңдатып бос қылмасын. Аяқ асты құрылған шаңырақ көп, ойлануға бәріне кеш болғасын. Олардың да аяғы баян бермей, жанардан төкті талай жастар жасын. Бағасыз махаббаттың кесірінен шарасыз шағалақтар тасталмасын. Некесіз қатынастың көптігінен жетесіз жастар өсіп аш қалмасын. Отаның отбасыдан басталмай ма, отбасы отбасудан басталмасын. Ненің бұрыс, ал ненің оң екенін білемін, білмейтін жан көп екенін. Кешегі алтын құрсақ аналар-ай, бастауы бола білген берекенің. Бастарына кимешек зерлі камзол, көйлектің қылып киген кең етегін. Осы күні кей қызға қарап тұрсаң, аңғарасың иманның нөл екенін. Отбасында тәрбие көрмей өссе, астында қалады ғой келекенің. Әуретін жаққан қыздар дәлелдеп жүр, бойында ар-ұяттың мол екенін. Сандарын ашқан қыздар көрсетіп жүр, сандары бар, сапасы жоқ екенін. Сөзінің қылсимайтын арасына, айбат шегіп отырған ағасына, кезек беріп көрейін ал ендеше анамның еркеш олжан дарасына. 21 мың жоқ кезде туып қалған біздің үйдің 4-ші баласына. Мақсаты айқын болса реттейді Аллам. 21 мың жоқ кезде туғансың деп сын естіп отырмын ғой тектилардан. Туғаным 99-дың желтоқсаны 2000 жылға қарай өтпей қалғам. 21 мың түгілі 21-ші ғасырға 21 күн жетпей қалғам.
басқа ішем деп ем, көпке бармай қойды ғой қуанышым. Бұл шығып тұрған үшінші Қамиев, Айдар Қамиев. Ей, ағайын! Сахнаға ойда жоқта кіріп келдім. Басында шықпаймын деп үріккенмін. Жүрсін аға, жарнамада жоқ едім ғой, мен қалай назарыңа іліккенмін. Мен негізі өтпей қалған ақын едім, ішінен үйде болған іріктеудің. Мені малға қалдырып кетіп қалған, мұны екеуін артынан қуып келдім. Малдарымды кіргізіп қорасына, есігінде сыртынан іліп келдім. Ұланғасыр пойызбен келдім ғой деп, жылағаны жөн болмас жігіттердің. Мен өз басым көремін деп осы айтысты, бұйырған автобусқа мініп келдім. Жарықтықтың ішінде орын болмай, аяғым талсадағы тұрып келдім. Буырлыбайтал тұсынан бері қарай, басымды потолокқа ұрып келдім. Шамалғанның тұсына жеткен кезде пойызға ағып кетер деп күдіктендім. Аяғым үйіп қалар деп автобуста бір жағынан жүгіріп, бір жағына жол бойы приседания қылып келдім. Автобус мінді деген аты ғана, Алматыға аяғыммен жүріп келдім. Игигай. Айдара үміт артып жүрем саған, айтысуға жетеді білем шамаң. Ауылға мына мені тастадың деп жақсы сөзге боп отсың білем сараң. Ауылға кетіп қалған өзіңен ғой, айтыстарға қатысып бірең сараң. Түлкіменен қояннан тұқ қоймайды деп, аңшы деп ат қойыпты күллел саған. Енді кеп мына маған өкпелейсің, сен емес деп тілеуіңді тілеу шағам. Ақындықты қуады деп жүргенде, аңғылып кеттеді ме біреу саған. Кеттіңдер ақындықты қуамыз деп, сахнада сән салтанат құрамыз деп. Сендердегі бар өнер менде де бар. Танылып кетпесем де тірәңіз боп. Аң болсам айып бекен жан дүнием, қалан емес даланы тұрады іздеп. Әдегеннен ескерттім әйеліме, біз тұрсақ тек ауылда тұрамыз деп. Ақындықты таңдамай сондықтан да аттандым ауылымнан тұрақ іздеп. Жүрсіннің қолындағы жүлден емес, анамның табанынан жұмақ іздеп. Игигай. Бәрін сақтап әдет салт ғұрыптың біз. Қар өлеңнің қаймағын сылып тұрмыз. Өткенде қарағанды жаңарқада, үлкен той боп жиналды біліп тұлғыз.
Албыздар рекордына 1000 күбімен қымыз пісіп кіргенін біліп тұрмыз. Идеяның авторы Аман Жолдай ағам екен, қошемет қылып тұрмыз. Тура сол Қарағанды топырағынан туып өскен үш бірдей жігіт бұл біз. Бір үйдің екі ақыны сахнаға талай шыққан ол жағын ұғып тұрмыз. Ал біздер бұрын соңды тарихта болмаған бір істі қылып тұрмыз. Бір мезетте 1000 күбі піспесек те, бір уақытта 3 ақын шығып тұрмыз. Гиннестер рекордына кірмесек те, айтыстың рекордына кіріп тұрмыз. Игигай. Қазыны да қамтып жатыр. Осы күні бір адам әкім болса, жақындары шаттанып шалқып жатыр. Бір адам қызметке орналасса, оның әкім туысы артында тұр. Бүгінгі айтыс бөлек боп бұрынғыдан бірыңғай отбасыны қамтып жатыр. Туыстарын ертіпті деп ұнатпай кейбіреу жер тарпып жатыр. Ағайын оған қайта қуанайып, айтыстың абыройы артып жатыр. Біз неге әкімдерден қаламыз деп ақындар да туысын тартып жатыр. Ербеделі, ұяда көргенім ғой ең керегі. Мен өнерге баулыған 5 жасымнан, қамиятам қара сөз зергереді. Жадымда әлі күнге жаңғырып тұр жаттатқан қисса дастан термелері. Қыз күнінде ел нарқыз деп атаған дастаншы әжем аты Ермек еді. Әкем қоймай үйретті домбыраны, бас кезінде икемім келмеп еді. Анам ғажап даусы болған соң анашымның ақ сүті жақындатқан әңгемені. 3 ақын шықсақ кездей соқтық емес, осынау 4 адамның еңбек еді. Сол кісілер тербетіп тал бесіктен қазақы тәрбиені берген еді. Негізі ағамда да ақындық бар, сменада боқпалып келмеп еді. Мен алғашқы айтысқа шыққанымда әкем маған ерекше сенген еді. Сен де ақын боласың Аман Жолдай деген сөзі әлі де дем береді. Тағдырға шара бар ма әкемді де 12 жыл өтіпті жерлегелі. Орнымда бар оңалар демейді ме, ұлдарын көріп отыр төрденелі. Қуанатын жағдай бір ғана емес, 3 ұлының биікке өрлегені. Мұңаятын бір жағдай әкеміздің көрермен боп осында келмегені. 3000 халық жиналған жыр сарайдан 300-ге тарайтұғын бұл айтысқа 3 ұлының шыққанын көрмегені. Тәрбиенің байрағын дәл, менің де айтар ішкі байламым бар.
барар 2-3 тойларың бар. Ол аз десең кредит жабамын деп 2-3 жұмысқа кіріп қойғаның бар. Ертек айтар әжелер қалмай барады, сериал жаулап алған ойларын дәл. Әженің әңгімесін тыңдап өсіп, әлемге танылмады қайдарындар. Қазақ үйдің ішінде отырып ақ, қазағымның шығарған қаймағын бар. Зере сөзін зердеге тоқып өскен, бұл сөзде абай сынды айғағым бар. Шоқандардың шоқтығы биік болса, артында тұрған жоқ па айғанымдар. Сондықтан осы бастан қан жасайық, шықсын десек білімге байғалымдар. Бабамен мақтанғанда масқарамыз, жеңген деп өткен күннің майданын бар. Өткенді айтып кеуден ұра бермей, ертеңге осы бастан сайланыңдар. Баланың тәрбиесіне бейжай қарап, шекесі шалқып кеткен қайғауым бар. Бабаңның кім болғанын айта бермей, балаңның кім боларын ойланыңдар. Менің осы ойыммен келісетін, қасымда ұлан ғасыр айдарым бар. Айтыста толғау, қайым бөлек, толғау бөлек, бастысы ел намысын қорғау керек. Ағамның туған жылы 88, әрқашан қорғанышым болған демеп. Ал менің туған жылым 99, жасап алып отқам жоқ қолдан дерек. Ендеше дәл осыны пайдаланып, қазылар жаққа әзіл жолдау керек. Біздерде 8-де бар, 9-да бар, ал енді тек бірыңғай, ондар керек, ондар керек. Ағайын! Өлеңі бауырлардың айтыл дерек, келтіріп өткен күннен айқын дерек. Мұны екеуі тоқтаймыз деп жатыр ғой, деп ойлап ем, тағы да бірдеңе айту керек. Олай болса мен де орнымнан қозғалайын, қошемет болса елімнен айқын көмек. Жүлдені күтетінде уақытым жоқ, ертең қойдың кезегі қайту керек. Қазіргі қасы, Аминовтардың отбасын айсына қаларайсына. Қазіргі бірге отырсыңыз. Бірыңғай 10, 80 ұпай.